Әсел Сайлаубекова, иә? Әсел Сайлаубекова ма? Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгінгі біздің сұхбатымыз Әсел Сайлаубековамен өтпек. Құрметті көрермендер, заңгерлік кеңес бағдарламасын қарап отырыңыздар. Бүгін Әсел ханыммен біз несие және ажырасу мәселелерін толығырақ талқылайтын боламыз. Әсел ханым осы ақпарат министрі Аида Балаева өзінің ажырасу бойынша статистикасын жариялаған болатын, және сол статистикада Қазақстан ажырасудан екінші орын алып жатыр. Оған басты себеп ең бірінші қол көтеру деген сияқты өзінің тізімдерін атап кеткен болатын. Ал енді сіз заңгер ретінде айтыңызшы, біздің жастарымыз не себептен көп ажырасып жатыр? Қош көрдік, шақырғаныңызға көптен көп рахмет. Менің ойымша, заңгер ретінде көзқарасымды айтатын болсам, бұл жерде ең бірінші бізге көп келетін жайттар ол бізде ұру соғу, ақшаның жетіспеуі, мысалы лудомания, ойынға берілу, болмаса бір азарт болуы деген секілді. Яғни ол жерде ер азаматтың өзіне деген бір жауапкершілік ала алмауының себебінен болады деп ойлаймын. Ол жайттардың барлығы неге? Өйткені ол жауапкершілікті сезінетін болса, ол қыз алғаннан кейін, ол отбасы болғаннан кейін, ол барлығын түсіну керек. Ертең ақшаны есептеу керек деген секілді. Бірақ бізге енді заң жүзінен біз қарайтын болса, біз кәдімгі қолымыздан келгенше көмектесеміз. Бірақ өкінішке орай көп жағдайда шыны керек ұру соғу мәселесінде көбінесе жазаланбай қалады деп ойлаймын. Неге? Өйткені әйелдері кешіре салады, ертең ол сөйлеседі, ертең ол жалынып келеді бәрібір оған деген секілді. Одан кейін ол бізде ақшаның жетіспеуі, яғни азартный ойындар ойнауы, лудоманияның болуы, болмаса бір наркоман болуы, алқаш болуы, яғни сол арқылы ол белгілі бір жауапкершіліктен қашуы деп түсінемін. Ол жайттардың барлығы неге? Өйткені ол отбасы болғаннан кейін ол нәрсенің барлығын қойып, кәдімгі жақсы азамат болып, жауапкершілікті сезініп, яғни сол кәдімгі берілген аманат, оған берілген аманатты ол кәдімгі бағалау керек деп ойлаймын. Мысалы мен заң жүзінен қарап айтатын болсақ, тағы да бізге көп келетін нәрсе ол жаңағы айтып отқан ұру соғу ғой негізі. Мысалы оған жылдар бойы шыдайтын әйелдер бар. Мысалы оған бір күн шыдамай кетіп қалатын әйелдер бар. Яғни неше түрлі әйелдер бар ғой. Бірақ түбінде менің көрген нәрсемнің барлығы ол кәдімгі көп жағдайда кешіріп кетуі ғой, қашып кетуі, болмаса бір жазаланбай қалуы деген секілді. Иә, сөзіңізге тұздық болсын, Біріккен ұлттар ұйымының статистикасы да жарияланған болатын. Ол жерде Қазақстанда жылына 400-ден астам әйел тұрмыстық зорлық-зомбылықтан көз жұмады екен. Сізге де демек басым көпшілігі ұрды-соқты деген себеппен жүгініп жатыр ғой. Иә, сол ұрды-соқты деген мәселе ғой, енді бізге күнде келеді сол нәрсемен. Сол нәрсенің кәдімгі біз шешімін әлі таба алмай келе жатырмыз ғой негізі. Біз енді заң жағынан барынша қарастырып жатырмыз ғой, жаңа заңдар жаңа шығарып жатырмыз деген секілді. Бірақ бәрібір де оның қолдану аясы біздің елімізде бір орын алмай жатыр да, өкінішке орай. Сол себепті де ол жайт мен ойымша қайталанып келіп жатыр. Мысалы сіз жаңа Біріккен ұлттар ұйымының статистикасын айттыңыз ғой. Ол мысалы бізге белгілі оқиғалар, ал бізге белгісіз оқиғалар қаншама. Ол нәрсеге мүлдем айтпайтын, ол нәрсені айтудан ұялатын әйелдер қаншама. Ол нәрсені бастан кешкен әйелдер қаншама деген нәрсе ол жерде. Мына соңғы қабылданған салтанат заңы сонда толықтай әйелдерді сақтап жатқан жоқ деп ойлайсыз ғой, иә? Менің ойымша бір 30-40% жағдайда ғана қолданылып жатқан шығар бәлкім. Бірақ менің ойымша қазіргі таңда оның бір ешқандай пайдасы жоқ сияқты. Ол сол кезде резонанс тудырған, кәдімгі қоғамда талқыланған оқиға болғаннан кейін ол қаншама сот болды, қаншама біз айлар күттік оның жауабын деген секілді. Бірақ біз одан да қатты жаза күткен едік негізі ол кісіге. Негізі одан да қатты жазаға мүмкін ол лайық пе деп мен әлі де ойлаймын негізі. Мен мысалы білмеймін, ол кісі мүмкін қазір шетелде жүрген шығар, ол кісі қазір бір ақшасын беріп мүмкін шығып кеткен шығар деген секілді. Яғни сондай жағдайлар өте көп қазіргі таңда. Енді ақшаң болса бәрін жасай аласың ғой. Бірақ енді біз заң жүзінен осынша жылға мысалы соттадық деп айтамыз. Бірақ менің ойымша сол соттаудан басқа да бір мықтырақ бір жазалар ойлап тапса, мүмкін ол нәрсені жасамайтын бет деп ойлаймын. Мысалы қазіргі таңда осы алып қашуға байланысты 8 ба 7 жылға ма соттау деген нәрсе шықты ғой. Содан кейін мысалы қазіргі таңда байқасаңыз алып қашу деген азайды деген секілді. Яғни қазіргі таңда ешкім сотталғысы келмейді бәрібір. Ол бәрібір шыққысы келеді, ол бәрібір бостандықта жүргісі келеді.
ол бәрібір көргісі келеді өмірді деген секілді. Яғни мен ойлаймын, сол соттаудан да мүмкін қаттырақ бір жазалар болған кезде, мысалы ату жазасы, өмір бақи қамау деген секілді нәрселер болатын болса, ол нәрседен мүлдем қашатын бет деп ойлаймын. Яғни сондай бір қаттырақ заңдар керек. Мысалы салтанат заңын айтамыз ғой, ойбай қабылданды деген секілді, бірақ оның бір нәтижесін біз көріп жатырмыз ба? Менің ойымша мүлдем нәтиже жоқ ол заңда. Иә, өзімізде ойласақ кішкене бір санаға сыймайтын секілді, себебі ол әйел ұзақ жылдар бойы ұрып соғуға шыдап жүреді де, сосын әйтеуір бір дегенде бүкіл бар күшін жинап қоңырау шалады. Сол кезде ерін 15 күнге ғана алып кетеді. Мысалы 15 күн отырмайтындар да бар, мен шын айтайын бар ғой, заң жүзінен айтайын. Ол мысалы бір 2-3 күннен кейін шығып кетеді ол жерден. Ол 15 күн отырмайды. Ол мысалы бір күннен кейін де шығып кетуі мүмкін, мысалы келісетін болса бар ғой. Мысалы оның бәрі танысы болуы мүмкін, оның ақшасы болуы мүмкін, ертең әйелінен бір кешірім сұрауы мүмкін, сол кезде әйел айтуы мүмкін, мен кешірдім оны деген секілді. Бірақ сол жағдай одан кейін бәрібір де менің ойымша қайталанады. Мысалы маған сондай оқиғамен келгендер өте көп. Мысалы менің ойымша еркек бір ұрса, ол бәрібір де сол нәрсені хоть 10 жыл болсын, 20 жыл болсын, 15 жыл болсын, 30 жыл болсын, бәрібір сол нәрсені қайталайтын сияқты. Мысалы ол оның басына тимесе, яғни ол кәдімгідей жазасын алып, кәдімгі бір соның бір последствиясын деп айтамыз ғой, сол нәрсені көрмейтін болса, ол бәрібір де сол нәрсені қайталайтын сияқты. Яғни әйел адамдардың құлағына алтын сырға, фактке факт деп қарап, шыдамаңыздар. Шыдамау керек дейсіз ғой. Ал енді осы несие тақырыбына ойсайық, Әсел ханым, бізде еліміздегі ең үлкен несие пайызының көрсеткіші 56%-ға дейін барады екен. Бұл деген сөз, біз өзіміздің алған несиемізді 3-4 есе қылып қайтарамыз. Яғни 20 миллион алсақ, оны біз 80 миллион қылып қайтаруымыз мүмкін. Ал енді осыны басқа елдердің тәжірибесімен салыстыра кетіңізші, оларда несие пайызының көрсеткіші қаншаға дейін барады? Біздің елмен салыстырған кезде, жаңағы сіз айтып жатсыз ғой, 50-ден де асады деген секілді. Мысалы, ол қараңыз, 20 миллион сіз алды делік. Сіз оны 41 миллион қайтарасыз, мысалы 45 миллион қайтарасыз делік. Ол мысалы сіздің қалтаңызға бір кәдімгідей жүк түсіреді ғой, былай айтқан кезде. Менің ойымша біздің елімізде, яғни біз қаншама айтамыз, біз тәуелсіз елміз, біз керемет елміз деген секілді көрсеткіміз келеді өзімізді, біз патриотпыз деген секілді. Бірақ осындай нәрселерге келген кезде біз коррупция деген нәрсені байқаймыз, яғни ол заңда бізде бар нәрсе ғой. Кәдімгі ұсталып жатқандар да өте көп, бірақ одан кейін шығып жатқандар, ол нәрсені бәрін қайтармай жатқандар, мысалы халықтың ақшасын жеп, кәдімгі өздерінің жағдайын бір күшті қылып жасап алады. Одан кейін барып біз байқасақ, ол адам бәрібір мысалы сотталды деген бір жаңалық шықты. Одан кейін біз ол адамның кәдімгі бостандықта жүргенін көреміз. Сол нәрсеге өте қатты бір таңғалмайтын да болдық қой негізі, кәдімгі бір уже бізге сіңіп кеткен нәрсе секілді да ол. Менің ойымша сол нәрсені бір коррупция жағын біз реттеуіміз керек секілді. Мысалы сол коррупцияның кесірінен ғой жаңағы 51% да көбею деген секілді. Мысалы менің ойымша бір Норвегия, Швейцария деген секілді елдерде кәдімгі коррупция жоқ деп ойлаймын. Менің ойымша дәл солай. Мысалы мен ол елдердің де бір жаңалықтарын, заңдарын қарап отырамын ғой, не болып жатыр екен деген секілді маған да қызық. Мен ол елдерден де мысалы біздегі секілді мәселелерді байқап қаламын, бірақ бәрібір де сол нәрседен кейін кәдімгі олар сол нәрсемен жұмыс жасағанын, оны шешкенін байқаймын. Мысалы Швейцарияда жалақы өте көп. Мысалы Англияда өте көп. Мысалы олар айына 1 миллиондап табады, 2 миллиондап табады. Ал біздің елде неге ондай емес деген сұрақ менде туындайды. Негізі бізде өте бай халықпыз ғой. Бізде мұнай да бар, түрлі шикізат дейсіз ба, белгілі бір өнім дейсіз ба, біздің жеріміз өте құнарлы болғаннан кейін бізде барлығын жасауға болады. Бірақ сол коррупция деген мәселеге тіреліп отыр ғой барлығы. Яғни сол жеп қою деген нәрсе ғой. Яғни соның желінің арқасында енді қазіргі таңда біз осындай бір барлығы бір халықтың бір 70% орташа жағдайда өмір сүреді. Ал қалған бір коррупция, бір саясаткерлер, бір депутаттар, сол кісілер ғана бір күшті өмір сүретін секілді. Мысалы біз зарплатадан зарплата өмір сүретін адамдарымыз, былай қарасаңыз, барлығымызда кредит бар, барлығымызда бір ипотекаға алған үйіміз деген сияқты. Мысалы наличкаға қазіргі таңда ештеңе ала алмайсың ғой, үй де ала алмайсың, машина да ала алмайсың, кәдімгі жетпейді ғой ештеңеге.
Жарайды, Әсел ханым, сізге көп рахмет. Сонымен құрметті көрермендер, сүбелі сұхбатымыз тәмам. Көріскенше күн жақсы болсын. Түсті ма? түсті.